Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біздің орталық кітапханамызға жыл сайын жаңа кітаптар топтамасы толтырып отырады. Бүгінгі сіздің назарларыңызға кітапханаға келіп түскен жаңа кітаптардың бір қатарымен, соның ішінде поэмалармен таныстыратын боламын. Бақытжан Раистың «Жаны жарық жұлдыздар» кітабы космогониялық құбылыстар мен жер бетіндегі тіршіліктің арасындағы ішкі байланыс құпияларымен сыр тартады. Термелеудің кемелі және айна, алты алаштың арысы секілді поэмалар еніп отыр. Келесі таныстыратыным Биғайша Бедеудің тіршіліктің майданы. Бұл кітапқа өлеңдері, толғаулары, поэмалары мен ақын әлемдегі ең құнды деректерді осы жыр тілімен сөйлетуді көздеген. Кітап адамзатты қазақ ұлтын құбыласынан адаспауға шақырады. Келесі біздің кітабымыз Әділбек Қабанның «Сіз бақытты болыңыз». Бұнда ақынның өлеңдері өнерсүйер қауымға, әдебиеттанушыларға, өнертанушыларға, әдебиет саласын зерттеушілерге, студенттерге арналған. Келесі біздің танысатын кітабымыз бұл Қуат Қайранбаевтың «Жүрегімде тіл бітсе». Есімі жыр сүйер қауымға танымал. Бұл кітапта осы Қуат Қайранбаевтың соңғы жылдары шығарылған, топтастырылған поэмалары енгізілген. Құрметті оқырмандар, сіздерді біздің кітапханаға шақырамыз. Сіздер үшін біз таңғы 10-нан бастап кешкі 6-ға дейін үзіліссіз қызмет етеміз. Келіп, өздеріңізге ұнайтын кітаптарды алып оқыңыздар.